Енді біз қайнатпалы кремімізді дайындаймыз. Ең алдымен сүтімізді құйып аламыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Қантымызды саламыз. Кукурузный крахмалымызды саламыз. Және үстіне ұн саламыз. Барлығын жақсылап блинчикпен араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызды араластыра отырып, орташа отта қоюланғанша ұстаймыз. Қоюланғанша осылай бір түлкі араластырып тұрамыз. Мінекей осындай болып қоюлана бастайды. Енді үстіне майымызды саламыз. Бөлме температурасында тұрған майымызды саламыз. Астын сүндіреміз. Жақсылап араластырамыз. Осы температурамызда біздің майымыз ериді. Біздің қайнатпалы креміміз дайын болды. Өте әдемі болып шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Қою емес, сұйық емес, орташа болып шығады. Енді осыны суытамыз. Осылай бөлек ыдысқа құйып аламыз. Тез суы үшін міндетті түрде тек суығаннан кейін барып құямыз.